Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі менің видеом Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындалып жатқан оқушыларға арналады. Бұл мәтін аудио-мәтін, аудио-видео мәтін, екінші аудио-видео мәтін. Біріншісін видеолар жазылсаңыз, менің каналымнан шығады. Соны міндетті түрде қарап, тыңдап оқуыңызға болады. Бұл мәтіндерді мен оқимын, ал жауаптарын айтпаймын. Жауаптарын өздеріңіз комментарийге жазуларыңызды сұраймын. Сол үшін өздеріңіз ғана жазылмай, достарыңызды бірге жазыңыздар. Өйткені бірге талқылауға қызық болады. Ал енді көп сөзбай кірісейін. Ертеде патшаның екі қызы болыпты. Патша қолынан келгенше олардың айтқандарын екетпеуге тырысады екен. Бірақ екі қыз өсе келе мінездері өзгере бастапты. Бір күні білімді бір саяхатшы патшаға қонаққа келіпті. Патшаның қайғылы түрін көріп, себебін сұрапты. Патша: сұрама, күлмейтін бір қызым бар, дертін ешкім білмейді дейді. Патшам, рұқсат етсең, сарайыңызға қонақ болайын. Мүмкін қызыңыздың қайғысының себебін табармын, дейді жолаушы. Патша қуана рұқсат етіпті. Содан бастап, саяхатшы екі қызды патша рұқсатымен жасырын аңди бастапты. Қараса, екеуі түнде бір дәптер шығарып, бірдеңелер жазып, таңертең жазғандарын оқып, орындарынан тұрады екен. Саяхатшы бір күні қыздар ұйықтағаннан кейін дәптерлерін алып оқыса, кіші қыз өзіне жасалған жақсылықтарды, ал үлкен қыз тек болмашы әділетсіздіктерді жазыпты. Ертеңінде саяхатшы кіші қыздан рұқсат алып, оның дәптерін үлкен қыздың жастығының астына қояды. Таң атысымен үлкен қызы жастық астынан дәптерді алып оқыпты. Ол дәптерде жазылғандарды оқып, өзіне жасалған жақсылықтар есіне түсісімен жүзі жадырап, қуанып кетіпті. Патша үлкен қызының қуанғанын көріп, өз көзіне өзі сенбей, саяхатшыны шақырып, бұны қалай жүзеге асырғанын сұрапты. Саяхатшы: патшам, өмір айна сияқты, оның жақсы жақтарын ойласаң, бізге әдемі көрінер. Сіздің үлкен қызыңыз өмірінің жаман жақтарын ойлаған үшін бақытсыз болған, деп жауап береді. Патша үлкен қызына енді дәптеріне тек жақсылықтарды ғана жазуға кеңес беріпті. Сол күннен бастап патшаның екі қызы да бақытты өмір сүріпті. Бірінші сұрақ. Болмашы нәрсе сөзімен мағыналас сөзді белгілеңіз. А. Кішкене нәрсе. Б. Пайдалы нәрсе. С. Болымсыз нәрсе. Д. Зиянды нәрсе. Екінші сұрақ. Патшаның қай қызы күлмейтін болған? А. Ортаншы қызы. Б. Кіші қызы. С. Тұңғыш қызы. Д. Патшаның қызы жоқ. Үшінші сұрақ. Саяхатшы келгенде патша неліктен көңілсіз болды? А. Патшаның үлкен қызы күлмейтін еді. Б. Патша сырқат еді. С. Патшаның кіші қызы күлмейтін еді. Д. Патшаның үлкен қызы сөйлей алмайтын еді. Төртінші сұрақ. Өз көзіне өзі сенбеу тұрақты тіркесі қандай мағынаны білдіреді? А. Қайғыру. Б. Күмәндану. С. Жүзеге асыру.
Д. Таңдану. Бесінші сұрақ. Мәтінде саяхатшы өмірді неге теңейді? А. Айнаға. Б. Бақытқа. С. Балалыққа. Д. Еңбекке. Не, құрметті оқушылар, келесі аудио-видео мәтінді жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мені тыңдап көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.